Сығырайған көзін ғана қалдырып, бетінің басқа жерін қолдан жасалған қоймалжыңмен айғыздап, басына шаңырақтай етіп үйіп орамал байлап, тақта үстінде шалқасынан түсіп қыбырсыз жатыр. Үй іші құлаққа ұрған танадай тым-тырыс, мезгіл түс ауғанын білдіріп, терезеден қиялай салаған күн сәулесі бөлменің бір жақ шетін қиып алып ерекше жарқыратып жіберген. Бір бүйірден келесі бөлмеге өтетін есік аузы үңірейіп көрініп тұр. Онда осы үйдің маңдайында біткен жалғызы Олжас, 7-ші орыс класының шәкірті, сабақ қараудан жалықты ма, әлден уақытта гитарасын дыңғырлатып ән айтуға кірісті. Үш аяқты араб орындығының үстінде мелшиіп тұрған қызыл телефон кенет қатты шырылдап қоя бергені. Зейнеп тақта үстінен жеңіл сырғып түсте де былқ-сылқ басып барып тұтқаны еріне көтерді. Алло деді де қуанғаннан күлгені болар. Кілегей жағылған бет-аузын тырса-пырса дірілдеп қозғалып кетті. Дауысы да көңілдене сыңғырлай шықты. Сен қамбысың ей, қайдан жүрсің? Көктен түскендей боп. Олынан қаймықты ма, тұтқаға жабысқан күйі мойнын бұрып көзімен Олжасы іздеп еді, таппады. Бөлмесінің есігі тарс жабық тұр. Зейнеп сонда да сақтық жасап, микрофонға ернін тигізер-тигізбестен етіп бұғына сөйледі. Жынданған шығарсын, ойпырмай, осы сенің Таскенедей жабысқақ мінезің-ай, бір қадалсаң өлсең айырылмайсың, қойшей, ақтан өзі де шақыртты деймісің? Оның қызық екен, сықылықтай күлді. Жарайды, болса да келіп қалыпсың. Қонақ үйде не бар? Жападан жалғыз шошайып жатарға барарсың. Әлде немере ағаң Қасымхандікіне түсетін шығарсың. Давай онда біздікіне кел. Ол ағаңның жарты өмірі март пен конвертер пештерінің отын кесеумен өтіп жатқанын білмеуші ме едің? Зейнеп тұтқан ұясына қондырып, сәл ойлана кідірген. Сосын ұлының бөлмесі жағына қарап мейірлене дауыстады. Олжасжан, есік ашылып екі беті бұлтиып, өкпе сәлі қайтпаған ұлы көрінді. Не болды, жайшама? Үй жинастыршы күнім. Сабақ пысықтап жатырмын. Өлең мен қалжыңды азайтсаң ғой. Жә, кейін пысықтарсың, қазір үйге қонақ келеді. Ол кім, мама, қандай жақынымыз, мен білем бе? Ол ма? Ол осы үйдің досы ұлым. Олжас басқа сөзге келген дәлі жақтан шаң сорғыш әкеліп дереу іске қоса бастады. Аяқ астында үйге қонақ келерін кім ойлаған? Бетіне қалың жағылған кілегейді алып тастау оңайға түспеді. Біресе дәкемен, біресе мақтамен сүртіп, әтір суымен тазалап жуып, айна алдында біраз бөгелген. Айнадағы өз келбетіне әбден кемеліне жетіп толықсыған керден келіншектің әрқимында бір сәт сынай қарады да өз көркіне өз сүйсінді. Әлде қызда екен мынау, желікпе ойдан кеудесі сынып, бетіне лыпып қан жүгіргенін сезді. Сосында ғой Есімхан байқұстың менен де бір жола қара үзіп кетпей, айналшықтап қимай жүргені. Өмірдің шым-шытырық жұмбақ сырларының түбіне кім жеткен? Бір кездегі ұнатпағаныңды кейін ұнатасың, жақсы көргенінен жерінесің. Және ешқандай күштеусіз өз еркіңмен, әйтеуір ұшатын көбелек қанатындай қобылып тұрған бір дүние тұрақтап қалар баянда ештеңе жоқ. Әйтпесе мұның жары ақтан емес, осы Есімхан болатын ақыреті бар еді. Олай болмады. Өмір өз дегеніне көндіргені. Шіркін уақыт-ай, сен үшін бай да кедей де жоқ. Мынау жақсы, мынау жаман деп ешкімге еш нәрсе мойын бұрып, жалтақтап бір қарамайсың. Өзіңнің белгілі әуеніңмен сынаптай сырғып, алғалап тарта бересің. Оған да міне, бақандай 13 жылдың жүзі болыпты. Әйтеуір бір шүкіршілік тәуекел деп ақтанның етегінен ұстаған көз жұмбайлығымен зейне тұтылмаған сияқты. Ақтан қазір бүкіл қазақ металлургінің алды. Атағына табысы, табысына атағы сай келіп тұр. Зейнептің жеген алдында, жемеген артында, қолын жылы суға малып қойып, молшылық тұрмыстың бал дәурен емін еркін белден кешіп ақ жүр. Зауыттың бірде қосымша бөлшектер сақтайтын қоймасында, енді бірде химия лабораториясында киіп қашып жұмыс істеп үшеді. Ондай кір тастады. Еш жия тұрмыс түзеле келе, оқу соңына түскендей сыңайы бар. Оқу дегенде жанығын жеп, кітап қарап көз майын тауысып жүрген бұл жоқ. Күйеуінің беделі, қалың қалтасы, оған қоса табиғат берген өзінің оңды келбеті қиналтпай-ақ кешкі мектепті бітірткен. Атағы мен беделіне қызығып түйген күйеу осындай болғанда, бой жетіп қыз санатына қосылған кезде алғашқы махаббат сезімін оятқан, өліп шықлап түспесе де бір бүйрегін бұрғызған адамы Есімханнан бір жолата көз жазып қалған. Онымен Алматыға оқуға түсуге барған жолы кездесе кетті. Мәссаған, өлді деген батырдың өгіз мініп келеді. Қатардағы көп қара жаяудың бір емес, дардай ғылым кандидаты болып алған. Университетте биологиядан сабақ береді. Келбет сол баяғы шыр бітпеген қалпы.
қушық жауырын, шибыт бет-аузы шөңкеген шөкімдей бір уыс. Соған қарамастан еріндері қалың дүрдектеу, баяғысынша шаңырақтай қара көзілдірігін бір тастамайды екен. Әуелгі бетте бірін-бірі тосырқағандай еді. Оларды көзде алмаушылық болып шықты. Өйткені бұл оған бірінші болып жымиып, бірінші болып үйлендің бе деп ойнақылана тіл қатып еді. Жоқ деп ол да лып ете қалды, жезсімді иіліп. Неге деп сұрады, бұл ойнақылана түсіп. Бір рет алданған адам екінші рет алдануға асыға қоймайды, деді Есімхан. Аузы күйген үрлеп ішеді, деуіндесе де ұялды ма, Зейнеп өрттей болып қызарып кетті. Іштей жігіт өкпелейді. Енді көрместей болып теріс айналатын шығар деп еді, бірақ Есімхан ондай асаулық танытпады. Сүріну айып емес, ол қайта кісіні айлакер, сақ болуға үйретеді, деді жымиысып. Сонымен не керек, майлы қасықтай жылпылдап жүріп Зейнептің оқуға түсуіне, кетуіне көмегін тигізген. Кейін сессиялар тұсында да бұның сынақтардан қиналмай өту жолын қарастырып, аянбай жан салып бағатын болды. Ол оқуда жүрген кезінде кейде жол түсіп, кейде бірер күн әдейілеп уақыт тауып, ақтан келіншегінің артынан келіп кетіп тұратын. Ондайда үшеу Алатаудың көрікті жерлеріне серуендеуге бірге шығып, оның арасында ресторандатып дегенде қазақтың таусылмайтын шыжманың арқасында өзара жақын сырлас дос болып кеткенде еді. Сөйтіп бұлар былайғы сырт көзге араларын ешбір кір шалмаған, бет шіркеулеріне көлеңке түспеген, өзара ынтымағы жарасқан аға мен іні, қайын мен жеңге сияқты болып көрінуші еді. Көрпе астына кіргелі жарты сағаттай болған, көз ілінер емес. Қалың перге тұтылған терезе сырты Алматының басты даңғылы. Такси, автобус, троллейбус алымына жаңырнағы Пастер көшесі бойынан трамвай бірінен соң бірі дыбыстап, сартылдап, дырылдап, бір дауыс айқын, енді бір дауыс құлағына құмыға жетіп, түйдектелген мазасыздық сарын бір толастар түрі жоқ. Неге екені белгісіз мана күндіз Есімханның қасынан көрген ұзын бойлы сары жігіт көзіне елестей бергені. Ұзын болғанда тым арықтау, сосын да көзге ұзын сияқты көрінеді. Әсіресе бас бітісі есінде қатты қалып қойыпты. Ат жақтылау сопақша, беті шекелікке жетер жерінен әрі қарай бас сүйегінің орнына орыстың горшогын кигізіп қойғандай. Өзі елден алап өтендіп насыбай атады екен. Салфетка қиындысына ораған екен. Таблетка дарының үлкендігіндей біреуін лыппи дегізіп, ерінің арасына қыстыра салды да, Ағырпек деп өзін таныстырып бұған қол созған. Саусақтары салалы, бірақ етсіз шиде екен. Мұның алақанымен тарамшыса оралып, қатты қысып жіберген. Тесіле мөлдіреген шегір көзі мұның үстіндегі бар киімін шашып жібергендей болды. Зейнеп өзін осы сәт Ағырпек алдында тыржалаңаш тұрғандай сезінгені. О, бәрекелді, біздің жақтың қыздары міне осындай болса керек, деді Ағырпек, мұның көзінен көз алмай қадалған күй тамсанып. Жігіт тамсанғанда қазір аузына жиналған сілекейін түкірер деп ойлаған, өйтпеді. Еріне салған насыбайды жеп қойғандай, сөйлегенде сөзін де бұзбай, айтып түк түсіндірген жоқ. Сырбаздай, деді Зейнеп, іштей сүйсініп, өзі қарап қалмады. Біздің жақтың дегеніңізге қарағанда жерлес болдық қой сірә. Иә, мен де Нұрлы бойынан Казгородок деген жерденбін. Астанадан жерлесім табылғанына қуаныштымын. Бірақ қыз деп мен тым жасартып жібердіңіз, білем. 30-дің о жақ бұ жағында келіншектің қасында қыз дегенің немене? Мұрнының боғын сүрте алмай жүрген біреу емес пе? Нанбасаңыз биолог ғалым Есімхан айтсын. Не айтатыны бар, не нәрсені де өнетін, өсетін, жетілетін, кемелденетін, есіргетін, тозатын, өлетін кездер болады. Сен, Зейнеп, әйел жыныс ретінде әбден жетіліп, кемелденген шағындасың. Оның үстіне әр нәрсенде табиғат тарапынан оған өмірге деген күш-қуат, құмарлық пен құштарлық сыйын ерекше мол өлшеп берген асылдар болады. Сіз әйел жынысының ішіндегі сондай асылсыз, деді Ағырпек. Үсті-басы жермай сасқан жұмысшылар сіздей перизаттың қадірін қайдан білсін? Оларға жұмыстан кейін топтанып арақ ішіп үйге келіп, келесі ауысым кезегіне дейін естен тана қорылап ұйықтаса болды ғой. Әй, қой байқа, деді Есімхан досына ескерту жасағансып. Зейнеп үйіндегі ағамыз атақты металлург, қалалық советтің депутаты, мемлекеттік сыйлықта. Бұйырса сенем бұрын алып қалу мүмкін. Заманды еркелетіп, жұмыссыздан шыққан ақсүйек. Сіз де өндіріс озатсыз ба, деді Зейнеп, жаңа танысының жүзінен көзін әкете алмай арбалып. Жоқ, мен жай академияда фольклор зерттеймін, деді Ағырпек. Сіз де ғалым екенсіз ғой. Иә, әзірге кішкентайлаумын. Ендеше тезірек үлкен болыңыз. Орынды сөзге үшеуі бірдей қосылып жарыса күлген еді. Көзіне сопақ басты горшок тәрізденген Ағырпек тағы елестеді. Шегір көзінде бір жұмбақ сиқыр бар. Қасыма келген алғаш көргендегідей тесіле қараса, құмарлыққа толы отты жанарымен ақ үстімдегі көрпені ұшырып түсірер еді. Ар жағында мен,
Іш киімсіз жататын әдетім жалаңашпын, қоя тұршы деп айта алмай қалам ба. Бар денесімен тоғырғандай қатты тірілген кетті. Қызып мазасын алып жатқан борбай арасына тап бір содан жаны жай табатындай қолын соғып жіберіп тас қып қысып алды. Біреу ақырын тықылдатып есік қағып тұр. Есімхан екен. Аты жөні жоқ, бұл қай жүрсің деген бұл даусы әлденеге дірілдей қалып, сағатқа қарамағанбысың, түнгі 12 ғой. Сағындым сені, сағынып кеттім. Есік ашарда Зейнеп жалаңаш иығына жеңіл халат іле салған еді. Түймеленбеген алды ашық халаттан бардан жарқырай көрініп тұрды. Онысын өзі аңғармады ма, әлде құмарлық шақырсын деп әдейі сөйтті ме екен? Қалай болғанда да Есімхан артық сөз айтпастан Зейнепті керует үстіне құлата салып, екі сан екі ердің арасына бар күшімен қона кетті. Қандай зорсың деді. Құмарлығы бірден басына шапқан Зейнеп ышқынып қап, жігіт иығын қанын шығара қырши тістеп алды. Апай-топай аяқталғасын, олар еш жиғандай демдерін басып біраз үнсіз қалды. Сағындым дедің бе деді Зейнеп бірінші боп тілге келіп, араларында тап бір түк болмағандай жайбарақат сұрай салды. Сен де ақтан, менің жақын достарымсыңдар. Сағынған досты көру үшін уақыттың ерте кеші болмайды. Ендіше басылдың ба? Жоқ, саған деген ынтызарым жаңа ғана өршіп артып келеді. Жарайды, өтірігіңе сенейін. Тек соны айту үшін келдің бе осы қазір жетінің ішінде? Жоқ, саған сақтаған жақсы жаңалығым да бар. Айт, докторлығыма тақырып етіп, Зауза қоңызын алғанмын. Дәлірек айтсақ, орталық Қазақстан аймағындағы Зауза қоңызының тірлігі. Шалқасынан жатқан Зейнеп өз дөсін өзі сипалады. О, тоба, қоңыздан басқа жәндік құрып қалған ба жер бетінде? Құртақандай қоңызды тани білген кісіге талай терең сыр жатыр деді. Есімхан желпіне түсіп, ол дегеніңіз ғылыми атақ, машина бедел. Зейнеп сиқырлана күлді. Соның бәрі құртақандай қоңыз арқылы келе ме? Әлбетте, қоңыздың 140 тұқымдасқа бөлінетін 300 түрі болады. Бірақ қоңыздар біздің елімізде, оның ішінде Қазақстанда аз зерттелген, ал қоңыз деген шаруашылыққа зиянды насекомдар қатарына жатады. Шаруаң сол екеулеп зерттейміз. Қоңыз дегенің биология ғылымындағы тың тақырып, ол саған да маған да жетеді. Әрине, сен әуел диплом жұмысынан бастайсың. Амандық болса алдағы жаз сендер жаққа елге шықпақпын, қоңыз термекшімін. Сол кезде мен саған ассистенттік қызмет көрсетесің. Не дейсің, түсінбедім. Зейнеп ұқса да ұқпаған болды. Не түсінбейтіні бар деді Есімхан. Мен сенің дипломдық жұмысыңа жетекші болып бекідім. Демек, сен маған тіркелей бағынышты шәкіртімсің. Енді түсіндің бе? Зейнеп бұл әңгіменің тегін емес, соңында ауыр салмақ жатқанын сезіп шын ақсасайын деді. Мен Зауза қоңызынан диплом жазам ба? Иә, тура Зауза қоңызынан. Ендеше Зейнеп кенет ойнақлана қалды. Көңілім көбелекке көбірек ауып жүруші едім. Әркімнен бір қалған көбелекті айтып қайтесің. Алдын шыққан жерді белден қаз деген. Дәл қазір сен және мен үшін жәндіктер ішінде қоңыздан тиімдісі жоқ. Сөйтіп қоңыз теретін болдық десе іштеді Зейнеп жеңілген үнмен. Тереміз, Зейнепжан, тереміз. Мысалы бар ғой, менің бақытым көзіме туп-тура қоңыз болып елестейді. Ал бақыт дегеніміз, ол да бір қашаған ат сияқты. Қуып жүріп ұстай алмайсың, ұстатпайды. Жарайды, теретіміз қоңыз болса, ол ешқайда қашпас. Ағаштың жағынан ба, тастың қуысынан ба уып ұстап алармыз тыраңдатып, именно тыраңдатып. Міне былай деп Зейнептің тізесінде жатқан ақ жамылғыны бір шетке қарай серпіп жіберіп, сол сәтте-ақ құмары қайта қоза бастаған ләззатшыл ыстық әйелдің үстіне атқа қонғандай сарт етіп тағы қонды. О боже, деді Зейнеп, қос аяғын қос аяқша сермелеп, ши борбайыңа қарап қауқарсыз шығарсын деп жүрсем, ши борбайдың арасындағы ше. Бар маңызы сонда екен ғой. О, тағы аяма, өлтір. Екеуі де соқыр сезім ләззат майданын қатты сағынып қалған екен. Ауық демалып, ойнас қызығын таң атқанша жалғастырумен болды. Есімхан таңертең кетерінде өрекпіген көңілім басылды. Сағынышымды суардым. Бірақ құмарым әлі қанған жоқ деп, Зейнептің кіндіктен төмен томпайып жатқан жерінен шөп еткізіп сүйіп алды. Жалт бұрылды да нық адыммен бөлмеден шығып кетті. Сол екі ортада қан тамырлардағы тойымсыз шайтандары қайта қозғандай денесі сый бастаған Зейнеп құмарымды қоздырма дегісі келіп еді, айтып үлгермей қалды. Бас жағында жатқан құс жастықты жұлып пергіштеп жіберді де бауырына ала екпеттеп жата кетті. Мен оңбаған шығармын, біреуге жар болып бала сүйіп отырсам да, бұл ойдан тез суыды. Адалсымақ ақылсыз қатын бір сыбағамен аузыр жиып ауға жармай жүреді. Жолын тапқан ақылды қатын кем дегенде екі сыбағалы болады дегенде естуші едім. Мен әлде сол болдым ба? Көз алдына басының төбесі орыстың горшогына ұқсаған
Ақ үрпек елестеп кетті. Жымиды. Ол мен іздер ме екен? Арада бір жет өткенде Есімханның арқасында сессиясын еш қиындықсыз ойдағыдай тамамдап, ел жағына Қошкент қайдасын деп аттанып кеткен. Көрші бөлмеден шаңсорғыштың бір қалыпты ызыңы тұншыға естіліп тұр. Бұл бетін кілегейден тазартып болғанша ұлы да біраз шаруа тындырып тастаған екен. Айналайын, мен де емес, іске келгенде әкесіне тартқан ба, қолы епсекті өзін деп сүйсінген болды. Тез киім ауыстырып киіп, қолына сөмке ұстап, үйден шығып кетті. Әңгіменің соңы.